Боямасыз махаббат. Автор М. Кенжебаев. Сен бала өзің қызық бала екенсің. Танымайтын адамды шекараға тегініп барып тастаймын. Ақша орнына өміріңді айтып бер дейтін. Деп бастады көлікке отырып амандық саулық сұрасқасын. Жасы біразға келсе де денесін тік ұстап жүрген қайың тарамыс денелі ақсақал. Иә, бұл ақсақалды өткенде Ақтаудан пойызбен қайтып келе жатырған сапарымда кездестірген болатынмын. Өзбекстанға өлуге бара жатырмын. Кемпірім сонда қалды. Соның қасына барамын. 18-інде бар қарсылықты жеңіп, маған тиіп, 63 жыл мені тастамай, қас-қабағыма қарап, жанымда болған жарымды, енді ол жақта жалғыз қалдырам ба? Деген сөзінен соң құлағым елең еткен. Ой, ақсақал, сіз де айтады екенсіз, өлу несі, әлі үйленер жағдайыңыз бар сияқты ғой. Жасыңыз 80-нен асса да, махаббат сезіміңіз 20-дағы жігіттің сезімін секіртіп кетердей екен, деп арзан қолпаштап қойып қалдым. Осы сөзімнен кейін ақсақал маған тесіле қарады. Бала, үйлену дейсің бе? Маған десе, жасы 70-не асқан шалы жоқ кемпір демесе, басқа кім дейсің? Онда кемпір маған қарап, менің көйлек дамбалымды шумақ бұлай тұрсын, өзін алып жүрсе, сол олжа. Құрсын, өзім тыныш жүрейін. Осыдан 2 жыл бұрын кемпірім қайтқан, соған бармақшымын да. Құдай берген 4 ұл, 2 қызымыз бар. Бәрі үйлі баранды. Бір-бір отбасының иелері. Қыздың біреуі, ұлдың 2-еуі отбасылармен өзенде. Бір қыз Ақтауда тұрады, бір ұл Бейнеуде. Бір ұл сол Өзбекстанда қалды. Ол таза диқан, егіншілікпен айналысады. Сөйтіп ата екеуміз біраз әңгіме айтып ұйықтап кетіппіз. Содан таңертең пойыздан баласы ма, немересі ме біреу күтіп алды. Мен телефон номерімді беріп, бір күн бұрын хабарласуын сұрадым да кетіп қалдым. Енді міне сол уәде бойынша ақсақалды шекараға Озиске әкеле жатқан бетім. Асфальт жолмен бір қалыпты жүріп келем, әңгімеге құлағымды түріп келем. Ақсақал өзінің өмірін уәде еткендей баяндап бастады. Мен 1938 жылы соғыстың алдында дүниеге келіппін. Мен 3 жастан асқанда соғыс басталғасын 3-4 ай салып, әкем майданға ма, жоқ тыл жұмысына ма кеткен екен. Сол кеткеннен мол кетті, із-түзсіз. Жақын ағайын тумаға әуелден жармаған екенбіз. Әкем кеткесін олардан мүлдем ажыраппыз. Жесір қатын, жетім бала, аш құрсақ күй кешіп, шешем байғұс тапқанын менің аузыма тығып өсірді ғой. 7 жасымда ноябрьде суға кетіп, өлімнен бір аман қалыппын. Содан аурушаң болдым. Көз болса күрк-күрк жөтел. Әйтеуір үй шаруасына септігім тиеді. Су тасып, отын жарып, ошаққа от жағып, шешем жұмыстан келерде шайға су қайнатып қоям. Сөйтіп жүріп өстік қой. Әскерге алмады, өкпең тесік, жарамайсың дегесін, трактористің оқуында оқу алдым. Мен 18-ден асқанымда шешем аяқ асты құлаған жерінде қайтыс болды. Жұмыстары бар, әйтеуір әкемнің жағы бар, өйтіп-бүйтіп жерледік қой. Соғыстың соңғы жылдары ешкімнің де пақ дейтін күйі жоқ. Мен тракторшы болғасын бір баз, бір тас бойдақпын. Жұмысым күндіз түні, онда-мұнда жұмсай береді. Мен жоқ демеймін, кете берем. Ыстық асты асханадан жемесем, әкелген ақшама тамақ пісіріп берер жанда болмады менде. Сондай бір жексенбіде қалтамдағы бар ақшама тәттілеп тойып, тамақ жегелі нөгістің бір асханасына кіріп бара жатыр едім. Үріп ауызға салғандай жарасымды киінген сүйкімді қызға соғылдым. Аз болса етікпен аяғын басып кеттім. Ауырсынған қыз ышқынып қалып, «Ау, көзіңе қарамайсыз ба? Езіп кеттіңіз ғой аяғымды», деп жыларман болып шетке қарай отырып қалды. Мен сасқалақтап, тамақ ішем, ашпын, асығыспын, тамақ ішем, кетем деп сандырақтай беріппін. Аш болсаңыз, адам жейсіз бе? Айналаңызға қарап, абайлап жүрмейсіз бе? Деп ерінін бұртитып, жүрегім атша тулап, еріксіз бір орнымда теңселіп кеттім. Тұра бересіз бе? Барып тамағыңызды алып ішсеңізші, деп қабағын түйді. Мен сайтанның самалы соққан пендедей екесті адамға ұқсап, не дерімді білмей ыржидым. Ол енді шындап ашулана бастады. Адамның жанын шығарып, аяғымды басып алып, тағы күледі ғой. Ақымақ сенің. Қызық па солда, аяғым ісіп кетсе не істеймін, деп ызадан булығып отыр.
Мен не деп ақталам, не айтам білмеймін. Тамақ құятын буфетке қарай бұрылып кеттім. Желкеммен сезініп барам, оқты көзбен атып отыр мені. Аяқ асып кетсе, мен арқалап үйіне апарсам деп те армандап қоям. Бірақ ондай қайда маған. Мен қасында жақындап кеткен қыздың шешесі немесе жеңгесі жетіп келіп, қыздан әрі жүр, қара сирақ қу жетім, үрерге итің жоқ, қызға қырыңдаған нетең деп шаптыға бастайды. Менің қызға қырындар ойымда жоқ ол кезде. Мен сияқты тас жетімге кім қызын берсін деймін де қоямын соған көндігіп. Содан бір тәрелкі супы мен второй деген макаронның жүгері нанымен алып бос тұрған стол іздедім. Қыз қалған жақты қарасам, бос орын жоқ екен. Ас іштім бе жоқ па білмеймін. Біреу таяқтап тастаған адамдай болып мең-зең болып отырдым. Сол оқиғалардан соң 10 шақты күннен кейін қала орталығында бір автобусқа асығыс жүгіріп мінбек болғанымда есікке енді мінгелі жатқан біреуді оңдырмай соқтым. Жұрт шулап жатыр. Әй, жайласаң қайтеді? Байғұс баланы өлтірейін дедің ғой. Жоқ болып келеме сонша жүгіріп деп мені жазғырып жатыр. Жұмыста іздеп қалама, жұмыстан кешігіп бара жатырмын деп ақталып жатырмын. Құлай жасаған адам артына бұрылғанда, о құдай, сол қыз екен, мен аяғын басып кеткен. Ол да мені таныды, сілейіп үнсіз қалдық. Мен шатасып сасқалақтап, кешір, мен ғой асығып жұмысқа бара жатыр едім деп үзіп созып бірдеңе деп жатыр едім, ол күліп жіберді. Күлкі болғанда қандай, жан-жақ түгел жарқырап қоя берді. Көктемде қою қара бұлт болып, нөсерлеткен өткінші жаңбырдан соң жарқ етіп шыққан күнде әсер беретін керемет күлкі. Автобус тып-тыныш болып қалды. Әлде менің құлағым бақыттан тарс бітіп қалды ма білмедім. Мен ештеңе сезіп тұрғаным жоқ. Тек сол қыздың күлкісі жан дүниемді, санамды түгел жауып басып қалды. Бір нәрсе қолымды жыбырлатқандай болғанға қарасам, қыз қолымен шынашағымды жұлқылап тұр екен. Сол кезде құлағым ашылып, ау, не деуге шамам жетті. Қыз, соншама есіңіз кетіп не болды? Жыныссыз ба? Жұрт қарап тұр ғой, басқа жаққа қараңызшы, деп жатыр екен. Қыздың беті қып-қызыл болып, алаулап тұр екен. Мен жынды, мә, қатты соқтым ба? Бетің тегіс қызарып кетіпті ғой, деуім бар емес пе? Қасымызда тұрған бір жар адам мыс-мыс етіп күлді. Бір әйел, ақымақ болмасаң, абайламайсың ба? Өлтірейін дедің ғой бейшара баланы. Өзіңді бір деу келіп соқса қалай не болып қаласың? Деп мені кінәлап жатыр. Мен олардың біреуінде елеп тұрған жоқпын. Солай неше аялдама жүргеніміз есімде жоқ. Кім кіріп, кім шығып жатыр, оған да мән беріп жатқан жоқпын. Қаланың шетіне жақындағанда қыз түсейінші деді. Мен ығысып жол ашып беріп жатыр ем. Жаңағы әйел, әй бала, қызды аямай соқтың, соның өтеуіне үйіне апарып таста, сөмкесі ауыр екен, демесі бар ма? Сонда байқадым, кенетпен тігілген сөмкесі ауыр көрінді. Мен апарсайын ба деп міңгірлеген болып едім, қыз үндемеді. Бірақ әлгі әйел тағы да, ой сорлы, міңгір етпей заттарын алды, алдына түс деп дембер жіберді. Екі сумкасын жеп-жеңіл іліп алып автобустан түстім. Өзінің айтуынша біз түскен көшенің аяқ жағында тұрады екен. Үнсіз сумканы көтеріп келемін. 4-5 үйден соң үлкен бір алабай туралап үріп бізге шапты. Қыз қорқып маған тығылды. Бұл қабаған ит шынжырын үзіп босанып кеткен ғой. Саудагер өзбектің иті, босанса адам жейді дейтін, деп менің қолымды тас қылып ұстап тығылып барады. Өмірі ит атаулыны аң деп есептеп көрмеген небір алабайдан қорқуды білмейтін маған бұл күлкілі болды. Сумкаларды қойдым да кесекпен басынан қойып қалдым. Өзімді жеңімпаз сезініп, қыздың қасына жақындап сумкаларды алып жүріп кеттік. Иттен қорқпайсыз екен, сіздің деу екеніңізді біліп қалдау деймін, зытып кетті ғой, деп сыңғырлап күлді. Мен әрең, мен деу емеспін, менің атым Жангелді, дедім. Әйтеуір айттыңыз-ау, менің атым Күмісай, сіз сұрағанша өзім айтып қоя берейін, деп тағы күлді. Үйіне жақындағанда алдымыздан таяқ ұстап, дарамыздай тартылған, бірақ ажарын жоғалтпаған қайсар өңді әйел шықты. Апам, деді қасымдағы қыз. Мен састым. Қызының қасынан бөтен адам көрсе, қызды да жігітті де таяқпен бір салатын шешелер болатын ол кезде.
Қыз да қорқып кетті. Ұратын шығар деп жүрісін баяулатты. Ана әйел жақындай бере, ана саудагердің иті бос жүр дегесін таяқ алып алдыңнан шығып едім. Мына ағаң көмектесіп өткізген болды ғой. Сау бол айналайын, әрі қарай барма, өзіміз жеткізерміз, қайта бер, деді. Не дей аламын? Үнсіз қалдым. Қыз кетіп бара жатып, қиғаштай бір қарап, сау болыңыз, рахмет, деді. Мен иығым салбырап кері қайттым. Иығым салбырап үйге қайттым. Не ойлап келдім, ол да есімде жоқ. Әйтеуір келе жатырмын. Үйге қалай келгенімде есімде жоқ. Көз алдымда Күмісай. Күлгені, жүргені, сөйлегені, бәрі көз алдымнан кетер емес. Өзім ойлап қоям, үйі анау хан сарайындай. Жағдайы жақсы маған қарағанда. 1000 есе күлді екені көрініп тұр. Маған қызын бермейтін шығар. Сүт беріп тұратын көрші қарақалпақ әже айтқан, байдан қайтқан біреуді кіргізіп алмасаң, саған кім қызын берсін қарағым. Екі тізеңді құшақтап жүре бермей кіріңді жуып, асыңды пісіріп беретін біреуді кіргізіп ал. Балалары болса, тіпті жақсы, өзіңе қолғанат болады, дегені миыма кірмейді. Сөйтіп, әрі-сәрі болып күй кеше бастадым. Менің мекемемнің гараж бастығы жасы 50-ге жақын Ораз дейтін тәуір кісі еді. Сол менің селқос жүрісімді, жұмысымның берекеті кеткенін біліп қалыпты. Сол гаражға шақырып шай ішіп отырып әңгімелестік. Бала солай де, шыбыңға су жүгіріп, кеудең күйлеп жүр де. Дұрыс. Бірақ енді сенің жағдайың мәлім ғой, қыз табу қиындау болады. Қайтпа біреу-міреу болмаса. Ал айтып отырған қызды қайдан білейін, жаңағыдай қайтып келген, байы өлген, біреу тауып жатсаң, жігіттер болып бір қой сойып, нектеңді қиссақ, ЗАГСке тұрып документ алсаң, бәлкім үй болып кетерсің, деп мені бір жолата өлтірді. Жұмыс жайына қалды, көңіл күй жоқ. Бұрын жарты сағатта бітіріп тастайтын жұмысты жарты күн деп жүріп бітіре алмайтын болдым. Күмісайдың үй жағын 2 күнне бір торуылдап қайтам, көре алмадым бірақ. Әбден болдырдым. Сондай бір күні мені гаражға әкемнің көзін көрген бір шал іздеп келіпті. Гараж бастық Орекең, балаға қиын болып жүр, бүйте берсе құсадан өліп кетер, обалына қалармыз, қолдан келсе көмектесейік деп хабар айтып жіберген екен. Содан әлгі шал Орекең екеуі мені ертіп алып Күмісайдың үйіне құда түсуге бардық. Гаражда Сельпонның полуторка деген газигі тұрған, соны мініп кеттік. Түс мезгілінде үйіне адамдар жиналған шығар деп соған бағыттап бардық. Шынымен де бар екен. Күмісайды көрмедім. Әкесі, шешесі, үлкен бір ағасы, жеңгесі бар екен. Менің хабарым жетіп отыр екен бұл жаққа. Тіпті торуылдағанымды да көріп қалыпты. Әкесі барған беттен айтқаны, тіпті отырың деген де жоқ. Қыз жоқ, күдерлеріңді үзіңдер. Жетім анау-мынау деп отырған жоқпын, бірақ менің басқа жоспарларым бар. Сондықтан босқа әуреленбеңдер. Келгеніңіздеріңмен қайтыңдар. Ораз ағаға қарап, саған Сельпонның машинасын құдалыққа мінсін деп берген жоқпыз. Машинаны орнына жеткіз. Жарты сағаттан соң телефон соғып сұраймын. Өзің де машинада, гаражда болмасаңдар, соттатып жіберем. Мені танып отырсың ғой, облыстық бастықпын, деді. Болды, қай-қайың бар. Қара бұларды жұмыс уақытында мемлекеттің машинасымен селкілдеп. Бар, кетіңдер жұмыстарыңа, деді зірк-зірк етіп. Орекең зытты, тіпті бізді ұмытып зытты. Соңынан біз кете бердік, салымыз суға кетіп салбырап. Жан келді деген дауысқа жалт қарасам, Күмісайдың ағасы екен. Өзі қатарлас 2-3 жігітпен тұрған. Бері кел деп шақырды. Бардым. Ағасы жағамды бүріп ұстап, енді осы көшеден көрсем сирағыңды сындырып қолыңа берем, түсіндің бе? Деп тісін шықырлата сөйлеп жатыр еді. Қасындағы бір жұқалтаң шегір, қазір-ақ әкесін танытайық бұның, быт-шыт қылып, деп шәңкілдеп тұр. Күмісайдың ағасы, жоқ, қазір кете берсін, енді кездестірсем аямаймыз, деп жағамды жұлқып-жұлқып жіберді. Мен не дейін, кете бердім. Төбелессем оңай алдырмаспын, бірақ ол кім, мен кіммін? Мен сұрауы жоқ жетіммін. Ол бастықтың ұлы. Сол мысымды басып тұрғасын ерінімді қаната тістеп кете бердім. Сонымен өзегімді өртеген өкініш пен ызадан жарылардай болып үйге жеттім.
Бас құда шалым қайтейін, енді қайтейін, әкеңді танушы едім, соның аруағы бар ғой деп келіп едім, дым бітіре алмадым. Заман солай ғой, анандай адамдарға төрт құбыласы түгел біреуі болмаса, басқаның дәті шыдап құдалыққа бара қоймас. Бізде нағыз екенбіз, салдырлап жетіп барған. Шырағым-ай, аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген бастық біздің де не теңіміз деп қинала кетті. Үйге келгесін жаман жастығымды құшақтап жата кеттім. Үйді басыма көтеріп жылайын десем, көзімнен тамшы жас шығар емес. Ызадан әкеме ашуландым, ерте өліп қалдың деп, шешеме ашындым, жалғыз қалдырып кеттің деп, Құдайға ашындым, мен саған не жаздым деп. Түні бойы ұйықтай алмай таң ата қалғып кетіппін. Түс көріп жатырмын, шешем келіпті, басымды сипалап, әй құлыным-ай, қиналдың-ау ботақаным, өзіңде бір арықтау болып қалыпсың, шыбын жаным, шырылдап қасында жүрмін жалғызым. Қайтсем саған көмектесе алам, қарағым-ай, қиналдың-ау, жарығым-ау менің, деп отырғанында оянып кеттім. Көрші сүт беретін Қарақалпақ әже екен. Бас салып құшақтап еңкілдей жылай бердім. Ол да қой демеді. Жылап отырып бәрін айттым. Қызды ала алмайтынымды айттым. Осылай сорлы болып жүргенімді айтып жыладым. Әбден солқылдап жылап болғанша басымды сипап отыра берді. Әбден солығымды басқан соң әже маған қарап, тұр, беті қолыңды жу, сүт әкелдім, ыстықтай еш, аштан бұратылып өліп қаларсың сорлы. Қыз дейсің бе? Қыз табылар. Бірақ сен мына бағытта сол қыз табылам дегенше өліп қаласың ғой. Бір басыңа өзің сияқты бір жетімек табылмас дейсің бе? Тұр, еңсеңді көтер. Сені аялап, мәпелеп, сен үшін отқа да суға да түскен шешең сені осылай бір шүйке бас қыз үшін өлсін демеген шығар. Тұр балам, жинақтал деп алдыма сүт әкеліп қойды. Кішкене кесе сүтті тауыса алмай жартылап қоя қойдым. Жүрмейді, өтпейді тамағымнан deyip бетіне қарадым. Бейшара балай, әбден діңкең құрған екен, есіңді алған екен сенің ғашықтық. Бүйте берсең ұзаққа бармайсың ғой, деп күбірлеп отырды да, бұлай болмайды, жинақтал, көрерсің басыңа салғанды. Сабыр ет, сені де қолдайтын бір құдірет бар шығар. Жастай кеткен әке шешеңнен айырылғанда соңын жақсы қылып берер. Сабыр қыл, деді де шығып кетті. Менің көптен жинау, жөндеу, әктеу көрмеген тоқал тамым көзіме өте қорқынышты көрінді. Атып сыртқа шығып едім. 1959 жылдың май айының күні шақырайып тұр екен. Мен басым айналып тәлтіректей артқа шегіндім де үйдің қабырғасын сипалап құлай бердім. Көзімді ашсам, ауруханада жатыр екенмін. Кең жарық палата. Менің қозғалғанымды байқаған есік жақтағы біреу өзбекшелеп, мына бала оянды деп айқайлайды. Дәрігер келіп, әй бала, өзіңді өзің күтпесең өлесің, сенің асқынған бронхитің бар, саған күшті тамақ жеу керек. Ештеңеге алаңдама, жұмысыңа хабар айттық. Үйің алдында құлап қалғансың, осында жеткізді. Құдай сақтап, завгарағың іздеп барған екен, сола келді мында. Сені бірдеңе ішіп уланған деп еді, олай емес екен. Сен аштықтан әлсіреп құлағансың. Бір стресс болған, бәрі қосылып сені шыққан. Енді күтінбесең өлесің, деп медсестраны шақырып укол салдырды. 4-5 түрлі таблетка дәрі әкеліп қойды. Қанша айтқанмен жаспын ғой, ертесін-ақ жүріп тұратын жағдайға жеттім. Таңертеңгі дәрігер тексерісінен соң сыртқа аулаға шығып отыр едім. Ой құдірет, өз көзіме өзім сенбедім. Күмісай келе жатыр. Және туралап, әлсіз жымайып маған келе жатыр. Мен не болғанын түсінгенше қасыма келіп, сәлем бердік, қалайсыз, жақсымысыз, деуді де құлататын күш бар екен ғой деп сыңғырлап күлді. Міне, мен осы жерде жиналдым. Өзіме өзім келдім де, Күмісай, иә, кез келген тіршілік иесін тірілтетін де, өлтіретін де махаббат, көтеретін де, құлататын да махаббат екен. Мені құлатқан саған деген махаббат. Сенсең де, сенбесең де, маған сенсіз өмір жоқ, деп басып қалдым. Көктемнің әдемі күнінде жапырақтар арасынан ойнақтай түскен күн сәулесі оның жүзінің бір қызарып, бір бозарып, жан дүниесі мен дидары бірдей мың түрлі құбылғанын байқап отырмын. Не болса да айтып өлейін деген соңғы әрекетім еді.
Не дедің? Қайталашы. Осы сөзіңді маған берер уәдең мен антың деп айталасың ба? Деп тосын сұрақ қойды. Иә, айталам. Мен сені қатты жақсы көріп қалдым. Маған сенсіз өмір жоқ, деп қолын ұстап едім. Ол, ей жынды, адамдар қарап тұр ғой, ұят болады, деп қолын тартып алды да. Мынаны тыңда, менің әкем қанша коммунист болып партияда болса да іштей бір құдірет барына сенеді. Сондықтан көз жасынан, нақақ төгілген қаннан, қарғыстан қорқады. Кеше кешкісін үйге бір қарақалпақ кемпір барды. Сіздердің көршілеріңіз екен, сол айтты, сен мені ойлап ас су ішпей әлсіреп докторға түсіп қалыпсыз, деді. Содан әкеме қарап, жетімдерді жебеуші бір құдірет бар. Егер мына бала құсадан өлер болса, оның обалы сенің отбасыңда болады. Ол өлген күні мен сенің дарбазаңның алдына келіп, екі емшегімді сауып қарғап кетем. Қарақалпақ қатынның қарғысы қатты тиеді, ұмытпа соны, деп шығып кетті. Содан әкем қатты ашуланды, маған ұрысты. Қайдан ғана сол біреуге тап болдың деп. Бүгінде жұмсаған сол, әне ана жерде жеңешем тұр. Әкемнің айтқаны саған түсіндір деді. Босқа арамдер болмасын, менен бас тартсын деді. Егер менің бақытымды қаласаң, менен бас тартуым керек екен. Маған ұрсып тұрып соны айтып жатқанда мен сені ойлап отырдым. Дәу алабайдан қорықпайтын дүйудай адам мені ойлап әлсіреп құлап жатқаны біртүрлі көрінді. Иә, көріп отырмын, бір-екі күнде азып кетіпсің. Сен мені алатын болсаң, шынымен мені жақсы көрем десең, алып қаш, өтірік болса да молда тап. Соған неке қидырдық деп айтамыз. Әкем содан аттай алмайды, келіп алып та кете алмайды. Кемпірдің қарғысынан қорқады. Соған уәделестікте тарадық. Сонда ерекше жағдайда тұрсақ та бір-біріміздің қолымыздан ұстауға да ұят санадық. Ұялдық. 2 күннен соң екеуміз қаштық. Қашқанда қайда барайық? Менің жұмысымдағы гараждың темір-терсек қоймасына тығылдық. Келген бойда әнеу күнгі шалған неке қию рәсімін жасаттық. Бір-біріңе не айтасыңдар дегенде, тек Құдай айырғанша бірге боламыз дедік. Себебі алтын күміс дүние сұрап отбасы құрмайықшы. Ондай заттарға құралған одақтың соңы неғайбыл екенін біліп жүрміз ғой. Қуғыншылар үйден іздеген, таппаған, қарақалпақ кемпірге беттемеген. Ағасы милицияға берейік деген, әкесі тоқтатқан. Болмағанда бастықтың қызын көрден қасса да табар еді. Ертесі күні бейтарап біреулер арқылы некеміздің қиылғанын жеткіздірдік. Үйімізге келіп, жігіттер ақша жинап алып берген қойды сойып той жасаған болдық. Жүгері нан, тары, талқан, шақпақ қант, кепкен өрік, мейіз, бар мәзіріміз осы болды. Беташарға көрші кемпір Николай патшаның теңгесін берді. Ішем дегендер көкшіл сия сияқты спирт ішті, тілек айтты. Сонымен тамам тойымыз. Қазіргідей қызылды жасылды ештеңе жоқ. Біз өз үйімізде бақытты ғұмыр кеше бастадық. 1959-60 жылдары ақшаның құны жоқ болды. Қопырап жүрсе де ол ақшаға дұрыс бірдеңе сатып алу, табу қиын еді ол кезде. Күмісайдың әкесі есігімнен бір аттамастан кетті. Жеңгесімен қалада жасырынып ұшырасып сөйлескені болмаса Күмісай анасын да көрмейтін. Екеуміздің бар асымыз тары көже, сүті бар 2-3 қайтара салынып демделетін шай, кепкен ерік еді. Басқа тамақ жоқ. Біз сонда да бақыт дедік. Бізге сол бақытты қимай көре алмағандар да болды. Күмісайдың елден ерек сұлулығы жұрттың көзіне шыққан сүйелдей көрінді. Біз ішерге ас таппай жүрсек те бір-бірімізге шай десіп көрмеппіз. Ол үнемі күле жауап беретін. Оның күлкісін көргенде айналадағы ала көбең қар да еріп кететіндей еді. Бір күндері Күмісайдың көңілі біртүрлі болып жүрді. Мен оны аяп үйін сағынған шығар деп ойладым. Мүмкін барып келерсің дегеніме, мен үйге барсам тек сенімен барамын. Қазір барсам аш отырғанымызды бетіме басады. Сондықтан бармаймыз. Кейін байып, балалы шағалы болғанда бір барармыз деп күлген. Жаңағы айтқан көре алмастар Күмісай туралы айтпаған өсегі қалмады. Тіпті бір күні бір қызық болды. Қазір қызық қой, ол кезде жан түршігерлік нәрсе еді. Күмісайдың сұлулығын, оның бай отбасынан бола тұра жетімге тигенін сан-саққа жүгіртіп жүрген бір қатын мен жоқта үйге келіп шаймен ішерсіңдер деп халуа әкеліп кеткен.
арамдығы жоқ. Күмісай бар алғысын айтып шығарып салып, халуаны менімен отырып жеп шай ішерміз деп қоя салған. Сол ортада көрші кемпір бұзау байласып жіберші деп шақырып алыпты. Қайтып келсе, халуаның шетін тышқан кеміріп тастапты. Жеуге харам, лақтыруға көз қимай мені күтіп отырса, әлгі тышқан шиқ-шиқ етіп басын шығарып өліп қалыпты. Міне інім, сондайда көреалмаушылықтар болған. Сол жаңағы айтқан Күмісайдың көңілі біртүрлі болып жүрген күннің бірінде мен ауылға трактормен жүк апаруға кеттім. Сол жақта бір қазақ үйден жүгері талқан алып қайттым. Келгеннен Күмісайдың қолына ұстаттым. Ол қуанғаннан секіріп мойныма асылды да, қайдан білдің Жәкем-ау, кім айтты? Деп ақтер көктер болып қанты жоқ, дәмі жоқ талқанды құрғақтай жей берді. Мен аң-таңмын. Ол қақала шашалып жеп жатыр. Әбден аузы толғанда уф деп күліп жібергенде аузынан талқан бұрқырады. Содан сүтпен жұтып тұрып, менің жүгеріге, талқанға жерік екенімді қайдан білдің? Көрші әже айтты, жергім қанса ұл табады екенмін деп күлді келіп. Осы жерге келгенде Жангелді ақсақалдың дауысы тарғылданып, ерні кемсеңдеп кетті. Содан Күмісайым екі қабат, менің көңілім көпті, әке дегеннің не екенін білмей өскенмен әке болам ба деп жүрмін. Не қуанарымды, не қорқарымды білмей жүрмін. Басты уайымым қалай асыраймын деген қорқыныш. Ақшаңа тамақ таптырмайтын заман еді ғой ол кез. 1960 жылдың орта тұсында дүниеге тұңғыш ұлым келді. Аяқ астынан босанды. Кіндігін сол баяғы қарақалпақ көрші әжем кесті. Мен гараждан естіп үйге жүгіріп келсем, үйде қазан қайнап жатыр. Күмісай төргі бөлмеде оранып баламен жатыр. Көршілер жүгіріп сүйіншілеп жатыр. Біреу қалжа деп ет әкеліп берген, біреу тауығын сойған. Сонымен мәре-сәре болдық-ау. Шіркін сол кездерді. Тұңғышымның атын артынан ұрпақ ілессін деп көрші әже Ілеспай деп қойды. Ауызы дуалы әулие кемпір екен. Одан соң да 3 ұл мен 2 қызды дүниеге әкеліп бағып қақты ғой менің күмісім. Күмісай босанғасын 2 күннен соң түсте үйге келсем, есік алдында милицияның сары мотоциклі тұр екен. Жүрегім су етті. Тағы не болды екен деп жалма-жан үйге кірсем, Күмісайдың ағасы милиция формасымен тұр екен. Қарындасын сағынып босанғанын естіп әйелін алып келгендегі түрі. Толтырып киім-кешек азық-түлік ала келген. Маған қарап қалған Күмісай, аға, рахмет, керек емес, бәрі бар, жеткілікті ғой. Жәкем жұмыстан тауып тұр, керек емес ештеңе, деді. Жеңгесі тосылып қолындағы дүниялардың не істерін білмей тұрып қалып еді. Ағасы, әй, сендерге бірдеңе әкелді деп кім айтты? Екеуің қаңғып кетсең де мейлі маған. Ана жаман жиенге әкеліп тұрмын. Жаңа туған шақалақтың несібесінен бас тартатын сен екеуің кімсіңдер өздері? Оттамай алыңдар. Жангелді жігітсің ғой, сенің қарындасың болып, ол жас босанып жатса не істейсің? Деп маған сұстана қарады. Мен не дерімді білмей, қайдам, бірге қуанып, бірге мәз болатын шығармын деп едім. Ол енді сонда мені кім көресің? Сандаламай жиенімнің несібесін алып қалыңдар. Осы жаман жетісіп, тілі шыққанша көмектесіп келіп тұрам. Мен келмесем, мына жеңгелерің келіп тұрады. 3-4 бала туған қатын ғой, бала бағудың жөнін айтып үйретер, деді. Күмісай егіліп барып ағасын құшақтап жылады. Оған жеңгесі қосылды. Сол тұңғышымыздың келген күннен бастап біздің жағдайымызда жөнделе бастады. Біздер қарапайым күй кештік, бірақ бір-бірімізді қатты сыйлап жақсы көрдік. Кешегі 2020 жылға дейін Өзбекстандағы 3-ші ұлдың қолында болдық. Күмісай сол жылы еш ауырмастан көз жұмып кете берді. Бүкіл өмірін маған арнады. Мені өкпе ауырынан емдеп кетті. Неше жыл бойы сүтке қарсақтың майын қосып беріп жүріп емдеп кетті. Күмісай болмағанда мен бұлай 84-ке келмес едім. Әттең дүние-ай, деп ақсақал бір күрсінді. Бұл кезде біз шекараға келіп, шалдың ортаншы баласынан туған немерелері әрі қарай Өзбекстанға алып кетуге келіп тұрған жерге жетіп едік. Көліктен түсіп немерелерімен амандасып болып, қол жүктерін соларға тапсырып болған соң ақсақал маған қарап, мен бір қара зіл басып тұрушы еді, сенімен әңгімелесіп жеп-жеңіл болдым. Сен жазам деп отырсың ғой, жаз, балалар түсінсін. Үй болу үшін
сол үйде бақыт болу үшін аста-төк тамақ емес, қымбат жиһаз емес, асыл киім емес, ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген сыйластығы керек. Боқ дүние адамға бақыт бермейді. Қиындықсыз келген мал жолдас болмайды. Адам асыл киіп тәтті жеген сайын өзін жоғалта береді. Себебі адамның ішкі дүниесін сыртынан жабылған қабат-қабат асыл нәрсе тұмшалай береді. Екі дүниенің абыройын берсін саған, деп көрші елге өтуге аяңдай басып кете берді. Денесі тіп-тік, кеудесі көтеріңкі, себебі ол боямасыз шынайы махаббатты асыл жарының қасында мәңгі болу үшін бара жатыр. Соңы. Әңгімедегі адам аттары ойдан шығарылған. Сәйкес келіп жатса кездейсоқ деп есептерсіздер. Бейнеу. Автор М. Кенжебаев.